тұрғындарының назарына біздің Қазақстан Республикасы қарулы күштеріндегі 12-40 әскери бөліміндегі резервке отан қорғаушы үшін біздің Қазақстан Республикасының азаматтарын шақырамыз. Резервтің басым мақсаты отанды қорғау біздің әскери қызметшілердің талабы ғана емес, сонымен қатар Сарыөзек тұрғындарының, азаматтарының міндеті де болып саналады. Жұмысқа орналасқан құрметті азаматтардың назарына бізге орналасқан жағдайда Қазақстан қарулы күштеріндегі әскери салада сіздерді киім үлгісімен қамтамасыз етеді. Сонымен қатар түскі аспен тамақтандыру мәселесі қолға алынған болсақ, ол міндетті түрде Қазақстан Республикасының азаматы болуы тиіс. Сонымен қатар жас шегіне бұл жерде шектеулер бар. 18 жас пен 47 жас аралығындағы Қазақстан Республикасының ер азаматтарын резервке шақырамыз. Әскери қызметшілердің денсаулығы жіті қаралып, сонымен қатар барлығы денсаулық жағынан тексеріледі. Қатарына резервке шақыртылған азаматтарымызды 12-40 әскери бөлімнің 3-ші бақылау пунктінің өту бекетінен назарларыңызға көрсетеміз. Қазір біз 12-40 әскери бөлімнің аумағындамыз. Яғни резервке келетін әрбір азаматтарымыз осы 12-40 әскери бөлімнің штабына келіп, қатынас қағазын алып, 3 жылдық келісімшартқа отырғызу мүмкіндігі жасалған. Елімде соқсын жүрегім. Республикасы қарулы күштері резервте қызмет атқару маңызды іс-шара болғандықтан Қазақстан Республикасы әрбір азаматы өз отанының патриоттық сана сезімін ояту, отанға деген сүйіспеншілігін арттыру болып табылатындығы да айқын. Сондықтан бұл резервте қызмет атқару әрбір отбасы үшін де қосымша табыс көзі болып табылатындығы да барыңызға мәлім. Құрметті азаматтар, құрметті ауыл тұрғындары, сіздерді Сарыөзек гарнизоны 12-40 әскери бөлімінде орналасқан резервте әскери қызметке шақырамыз.